Сәлем менің YouTube көрермендерім, мен трейдер Амели. Бүгін сіздерге техникалық анализ бөлімінің уровень тақырыбын түсіндіретін боламын. Жалпы уровень дегеніміз бізге бұл қай бағадан активті сатып алуға болады, қай бағадан сатуға болады, қай жерде сатушылар орналасқан немесе сатып алушылар орналасқан бізге осыны көрсетуге мүмкіндік береді. Уровеньнің бізде бірнеше түрі бар. Уровень сопротивления дейміз, біріншісі, екінші уровень поддержки, үшінші психологиялық уровень, төртінші уровень исторический и және де бесінші зеркальный уровень. Так, мен сізге қазір мысал ретінде бір осы коин компаниясының акциясын көрсетіп, қалай уровеньдер табамыз, соны сізге көрсетіп берейін. Алдымен уровеньді анықтауымыз үшін бізге дневной таймфреймге қоямыз. Кез келген уровеньді сызу үшін біз бірінші үлкен таймфреймнен кішіге қарай өтеміз. Яғни таймфрейм алдымен дневнойды көреміз, потом часовой таймфреймге көреміз, одан кейін 15 минуттық, 5 минуттық деген сияқты үлкеннен кішіге қарай өтеміз. Мынау міне коин компаниясының акциясы, оның графигі. Біз уровеньдерді қазір қалай табамыз? Уровень дегеніміз мына бір свечалардың бірнеше рет келген жерлері. Свечалар бірнеше рет келеді, төмен қарай кете алмай, осы жерден поддержка алып кетсе, біз оны уровень поддержки дейміз. Мысалға мен сіз бастайын қазір. Ол үшін мына жақтан мынаны линияны аласыздар, горизонтальный линияны, и сызасыздар. Дневной таймфрейм жақын уақыттардағы, бізге алысқа қажет емес, жақын уақыттардағы уровеньдарды біз қазір сызамыз. Мына жерге менің көзіме қатты көрініп тұр, мені бассақ, осылай шығады. Бұл бізде 177 деген баға, 177 яғни. Баға осы жерге келген кезде алдында мені қатты құлап, осы жерден ары қарай бұзылмаған, үстіге қарай қайтадан өсіп барды. Мына бір жерге 199-ға дейін. Баға қайтадан төменге қарай құлайды. Мына жерде қайтадан бағаны ұстап қалды. 177-ден төмен қарай акцияның бағасы түскен жоқ. Қайтадан жоғарылайды. Одан кейін ғана барып, мына жерде баға бұзылады, бұзылып төмен қарай кетеді. Енді қазір баға бұзылғаннан кейін тағы да өскісі келді. Өскен кездері дәл осы бағадан, мына жерде қарасаңыз, свечаның ашылу бағасы осы жерде қалды. Мына жерде бағаны бұза алмай, осы жерден жабылған болатын. Бізде бұл уровень поддержки болды басында. Қазір бізге бұл уровень сопротивлениеға айналды. Уровень поддержки дегеніміз, яғни біз бағаны қай бағадан сатып аламыз. Мен қазір жазып қояйын мына жерге. Мынау бізде поддержка болды. Немесе саппорт дейді. Так, поддержка болды бізге. Поддержка. 177 деген уровень поддержка болды. Басында поддержка болғанымен, қазір үстіге барып, қайтадан астына мені бұзып, мына жерде де үстіне қарай бұзып, қайтадан келіп, мына жерде уже бұзалмай тұрды. Біз үшін бұл моментте мына уровень, осы 177 деген баға, бізге бұл сопротивление уровеньға айналды. Сопротивление уровеньға айналды мына жерде. Бұл не деген сөз? Алдымен егер ол бізге поддержка болса, одан кейін ол сопротивлениеға айналса, біз бұл уровеньді зеркальный уровень деп айтамыз. Зеркальный уровень бұл ең мықты уровеньдардың бірі. Так, дальше. Дневной таймфреймнің біз ары қарай тағы да табайық қазір. Қандай бізге бағалар, бізге бірінші өсуімізге кедергі болады. Қазір біз баға лонгта тұр, баға өсіп мына жерді бұзып тұр. Бірақ әлі бүгінгі күн жабылған жоқ. Мынау бүгін действующий торговля болып жатқан уақыт. Қазір 179-дің маңайында баға жүр. Бізге бірінші келетін қазіргі кедергі уровень, бізден көзбен көріп тұрмыз мына жер. 184. Баға осы жерге келсе, қазір 184-ке келсе, қайтадан артқа қарай сатылуы мүмкін. Астынан бастап, 175-тен бастап баға өсіп келе жатыр, бірақ 184 біз үшін сопротивление уровень.
мына жерде бұрын қатты сатылған болатын. Бір рет, екі рет осы бағадан жоғарғы қарай өте алмай тұр. Алдымен дневной таймфреймде бізге көрініп тұрғаны осы ғана қазір. Үлкен уровеньдарды алғанда. Келесі уровеньді алатын болсақ, тағы да қай жерге барып бізге отказ беруі мүмкін. Так. Келесі мына жер міне. 186 да 63. Себебі, неге мен ол уровеньді алып тұрмын? 187 тіпті. Төмен түсірейін, мына жерде. 1 касание болған, 2 касание, 3 касание болған. Бірнеше рет отказын алған уровень. Мына жерде жалпы торговля көбірек. Қазір 4 сағаттықпен ашқан кезде нақтырақ көріне бастайды. Әзірге осыны сызып тұрмын. Егер баға бүгін төмен қарай құлайтын болған кезде қай жерге дейін құлаушы еді? Бізге бүгін бір күндік таймфреймде көріп тұрғанымыздай, бағаның келесі келетін уровені мына бір жерде. Так, 171 деген жаққа қарай келіп тұр. Мына бір жерде. Қазір міне 1 касание болып тұр. Мына жақтан бұзып үстіге қарай өскісі келіп тұр. 4 сағаттықпен біз анықтап көрейік, чтобы точно уровеньді сызуымыз үшін. Біз бірнеше осындай уровеньдарды сызып аламыз қазір. Бағаны бірнеше рет келген жерлері, яғни. Мына бір жерлер тоже. Мынау жер. Так. Неге бұл жерді алып тұрмыз? Мысалы 167-61, я? Қараңыз. Мына жерде 1 касание. 1 касание. Қарамен сызылып тұр ма? 2 касание. 3 касание болған. 4 касание болған. Я? Баға өскісі келеді, бірақ осы жерден қайтарып жүреді. Баға өскісі келеді, қайтарады. А мына жерде уже бұзғаннан кейін баға осы жерден керісінше сатып алып тұр адамдар. Мына жақта мына уровень, мына жерлерде сатып тұрса 167-61-ден, ал қазір мына күні, 11 апрель күні осы бағадан керісінше сатып алып тұрды. Түсінікті ғой? Бұл жерде бір қамал деп ойласаңыздар болады, бір жаудың қамалы. Егер ол басында бізге қарсылас болып тұрса, мына жерде алдымен сатушылар орналасты. Мына жерлерде сатушылар сатып тұрды бағаны осы бағадан 167-ден жоғары көтермей. Сатушыларды сатып алушылар, яғни buyers жеңіп кеткеннен кейін мына жерде сол қамалға барып байерстар отырды, яғни сатып алушылар барып отырып алды. Енді бағаны төмен қарай түсірмейді. Түсінікті ғой осы жерім. Сол үшін де бұл мынау басында сопротивление уровень болды, қазір поддержка уровень айналды. Яғни общий айтқанда бұл бізге мықты зеркальный уровеньді беріп тұр. Ары қарай кеттік. Біз 4 сағаттыққа өтейік. 4 сағаттықта бізде қандай көрініс бар? Так, мыналарды өшіріп тастайын қазір. Төрт сағаттықтан біз не көріп тұрмыз? Жаңағы картина міне 4 сағаттықта сол жақта біз тип тұрғандарын көріп тұрмыз. Бірнеше касание, 1, 2, 3 касание, 4, 5 касание. Мына уровеньнің бізге мықты екенін көріп тұрмыз. Яғни 167-ге келген кезде бізге лонг қарауымызға болады. Егер қазір баға төмен қарай құлап келіп 167-ге келсе, біз осы жерден сатып алсақ болады акцияны. Немесе оның үстінде тұрған уровень бізге бірінші келетін 171-де 30 деген баға. Осы жерге келеді, тоже сатып аламыз. Ал үстінде не көріп тұрмыз? Үстінде мына бір жерге бізге бұл 1 сағаттықпен қояйық. 184 пен мынау 186-79-дың арасы бізге қараңыз. Мына екі бағаның арасында сатып алу болған, бұл бізге бір зонаны береді. Нақты бір баға емес. Мына 184 пен 186-79-дың арасында мына жақта сатып алулар болған, қайттан бұзған, отказ алған, мына жерде отказын алып тұр. Қайтадан поддержкаға айналып тұр, сатып алып тұр. Қайтадан поддержка мына жерде. Отказ. Яғни мына жерде бір зона бар деген сөз.
бізге бір диапазон беріліп тұр, сол диапазонда бағалар акция сатылып тұр. Егер сіз акцияңызды лонгқа алған болсаңыз, астынан бастап баға өседі деп еді, 177-тен алдыңыз, сіздің максимум ұстайтын бағаңыз 184, 186, 79. Егер осы зонаға кірді ма, ол жақтан отказын алып, ол баға қайттан төмен қарай құлап кетуі мүмкін. Сол үшін ары қарай лонгқа ұстаған опасно болады. Бізге сол үшін айтамыз, бұл бізге зона сопротивлениені береді. Егер жоғары қарай бұзып кетсе, және де поддержкасын алса, ол бұзып кетті деген қандай сөз? Пробой дейді. Пробойды мен басқа сабақтарда сіздерге түсіндіремін. Так, где у нас траектория? Вот. Осылай баға өсіп келе жатады, міне, осылай өсіп келе жатады. Мына жерді бұзады, отказын алады, значит, подтверждение алады, и үстіне қарай өсіп бара жатса, біз осы жақтан лонг қарауымызға болады. Пока мына 184, 186, 79 бұзылмайынша бізге лонгқа кірудің қажеттілігі жоқ. Егер мына бағаға кіріп лонгқа кірсеңіздер, баға төмен қарай қатты құлап кетуі мүмкін. Все, сіздер өздеріңіз минуспен шығасыздар. Сол үшін де бізге баға деңгейлері осындай. Қай жерде сатып алушылар бар, қай жерде сатушылар бар, бізге маңызды. Так, қараймыз. Үстіңгі зона бізге сызылып тұр, ал астында покупательдердің бізге отыратын жері енді маңызды. Так. Покупательдер бізде қай жерде бар? Бір сағаттыққа мен қойған болатын, міне, бір сағаттық. Бізге жалпы уровеньдарды сызуымыз үшін ең алдымен негізі көмектесетін бізге ол премаркет хай, премаркет лоу деген дополнительный бізге уровеньдарды аламыз. Премаркет зонаның алдында айтқан болады. Мына жер бізде маркет ашылғанға дейінгі зона бізде премаркет зонасы деп аталады. Міне, премаркетте барған максимум баға бізде 181.94. Минимум келген баға мына жерде 177 мына жер. Баға 177-де тұр, соны тіпті қалдыра берсек те болады. Немесе көтерсек те болады мына жерге. Егер уровеньдер бір-біріне жақын тұрса, біреуін ғана қалдыра саламыз. Барлығын алудың қажеттілігі жоқ. Тіпті кеше мына күні, кешегі күн мынау, кешегі пятница күнгі бағаны соңғы келген жері 177.96. Бүгінде қарасаңыздар, мына сол жақтан поддержка алып тұр. Бізге осындай соңғы жерлері тоже маңызды. Ал оның бастап өскен жері 167 деген уровень. Аз ғана мына жерде төмен түсірсек болады. 167 деген уровень. Яғни біз көріп тұрмыз, мына жақ бізге поддержка уровень беріп тұр, ал үстіңгі жақ зонасы бізге сопротивление. Сатып алсақ астынан аламыз, сатсақ үстінен сатамыз. Ол үлкен таймфреймде болып тұр, әлде бір сағат. Енді бізге бір күннің ішінде қазір қозғалысты ұстауымыз керек. Осы жерде 175 деген менің көзіме қатты көрініп тұр. Бүгінгі мынау 175-тен бастап өскен екен баға. 175. Және де мына күндерге қарасақ, қатты откат болған жер 173.81. Так, 4 сағаттыққа қояйын қазір. 4 сағаттықта көргеніміздей, ол бізге бір зонаны беріп тұр. Мына бір жер. 173.88, 174-ке жақын, 175. Осы $1 арасы бізге бір зонаны беріп тұр. Біз уровень сызған кезде бір ғана бағаны алмаймыз, біз жалпы бір баға аралығын аламыз. Мына бір зона. Мұны мен қазір жасыл түске қойып қоян, чтобы бізге показать, қай баға бізге поддержка екенін. Жасыл түстегі бізге поддержка уровеньді береді, ал қызыл түстегі бізге сопротивление уровеньді беріп тұр. Енді жақындатайын. Бүгінгілікке сызылған уровеньдер бойынша жұмысты көрсетейін. 15 минуттық таймфреймге қояйын. Қараймыз, уровеньдер қалай жұмыс жасады. Баға мынау бізге 170
почти 174-175 бағасы бізге уровень поддержки болған. Баға осы жақтан төмен қарай құлап келген кезде мына жерде покупательдердің бар екенін біз білетінбіз. Покупательдер бар, біз осы бағадан лонг ашамыз. Міндетті түрде бізге білу керек нәрсе, біз лонгқа кірген кезде қай жерден оны сататынымызды білуіміз керек. Мысалы, акцияны алдыңыз койынды, оны қай жерден сатасыз. Сатылу бағасы келесі уровень. Бізге бірінші сопротивление ол 182 болды, 181.94 жаны. Одан кейін 184 и 186-ның ортасы болған. Осы зонада біз сататын едік. Қарап тұрсаңыздар, дәл сол баға келді, міне. Бұл бізге премаркет хайды беріп тұр. Осы жерден баға төмен қарай қайтадан сатылып бастады. Мына жерде покупатель бар, үстінде продавец бар. Зона поддержки и зона сопротивления. Немесе ағылшынша support level, либо үстінде resistance level дейді. Баға астынаға сатылып келе жатыр, қазір күтеміз мысалға. Мынау кәдімгі реальный торговля кезінде біз күтеміз. Мына баға келіп қайтадан бұл үстіне қарай кету мүмкіншілігі бар. Немесе егер мына зона бұзылып кететін болса, келесі біздің поддержка зонамыз 171-ге дейін баға құлап беруі мүмкін. 171-дің қасында бізде психологиялық уровень тоже бар. 170 деген баға. Бірақ 170-те бағаның қалай ұстайтындығы қызық. Өйткені 171, 170 екеуі бір-біріне жақын. Бағаның енді қозғалысын көрсетейін сіздерге. Бүгін осы коин компаниясы көз алдымызда қанша доллар қозғалыс берді. 175-тен 182-ге дейін ғана барды. 7 доллар бізге қозғалыс берді. Ал жалпы коиннің бізде күнделікті қозғалысы қанша доллар өсіп түсе алатынын біз индикатор арқылы көре аламыз. Индикаторға жазасыздар, ATR деп жазасыздар. ATR средний истинный диапазон деп сізге шығады. Басасыз, астында осындай сізге график беріледі. Мына жерге таймфреймға дневной деп басасыз, D деп. Бір күндік таймфреймге қоясыз, 1 день. Все, қойдыңыз. Енді бір күн ішінде жақын арада сізде осы коин компаниясының қанша доллар қозғалып жүргендігін көрінеді. Бір күнде, яғни қанша доллар қозғалады. Средний бағасын аласыз. Мына жерде бір 16 долларды көрсетіп тұр. Оған дейін апрель айында мына қанша? 13 доллар қозғалып жүрген екен. 13-15 доллар. Приблизительно алайық. Соңғы бағаларына қарап 15 доллар дейік. Яғни бізге коин компаниясына анализ жасаған кезде 15 доллар бұл жоғары кетуі мүмкін, немесе 15 доллар төмен кетуі мүмкін деп біз алдын ала теориялық түрде уровеньдарды белгілейміз. Уровень негізі көп болады. Мысалға, қарап отырасыздар, қарап отырасыздар. Мына жақта да свеча бар, мына жақта да свеча бар. Бәр жерге уровень сызуға болады. Бірақ бүгін мысалға тұрған баға 177-ден баға мына жаққа дейін 232-ге өсіп кете алмайды. Бір күн ішінде өсу мүмкіншілігі оңқы жоқ. Алдында жаңа қарағанымызда оның өсу мүмкіншілігі бір күнде 15 доллар. Немесе плюс 15 доллар өседі, немесе минус 15 доллар қозғалуы мүмкін. Оны біз қалай енді жалпы уровеньді сызамыз, белгілеп аламыз өзімізге. Ол үшін біз осылай 15 минутқа қойып алайық. 15 минут, жарты сағаттыққа қойын. Жарты сағаттыққа қойдық. Премаркетке келген кезінде, мынау 182-ге келіп тұр, маркет ашылған жоқ деп ойлайық мына жақты. 182-ге келген кезде біз ойлаймыз, так, бүгін бұл компания өссе 15 доллар өседі, құласа 15 доллар құлайды деген сияқты бізге есеп болады. Кешегі қозғалысын қарасақ, 167-ден 177-ге дейін өскен, яғни 10 доллар. Оның алдындағы күнді қарайтын болсақ, 159-дан 173-ге дейін өскен болатын. Бұл жерде 14 доллар. 14-10 доллар қозғалысты беріп тұр. Бізде бұл күні қазір бір 10-15 доллар қозғалысты өзімізге белгілейік. Так, қосамыз 182 плюс 10 доллар қосайық.
192 дейміз уровень сызсақ болады. Бұл теориялық түрде мына бағаға дейін келуі мүмкін деген. Біз бұны басқа түспен белгілейік. И жирныйға қояйық, скажем, давайте белыйға қояйық, ақ түске қойып қояйық. Осы бағадан $10 төмен қарай құлатсақ, 182-ден, яғни 172-ге дейін баға құлауы мүмкін. 171 бізде 30 деген уровень тұр, сол уровеньға дейін жетуі де мүмкін. Тағы да осыны ақпен белгілейік, үстінен бастын. Яғни баға қазір үстіне қарай кетсе, мына жерге дейін өсу мүмкіншілігі бар. Жалпы бір күндікке құлайтын болса, 171-ге дейін теориялық түрде мүмкіншілігі бар. Мен $10 ғана алып тұрмын. $15 қосатын болсақ, тағы да мына 167 деген уровеньге дейін баға жету мүмкіншілігі бар. Мына жерге дейін. Екеуінде алсаңыздар болады. Бұл бізге ATR деген индикатор волатильності береді. Волатильность дегеніміз бұл бағаның өсіп түсу мүмкіншілігі. Егер бұл актив, акция болсын, шикізат болсын, ол популярный болып жатса, сатушылар мен сатып алушылар көп болатын болса, адамдар кіріп жатса, ол жердің, ол активтің волатильності, яғни бір күнде қозғалысы да үлкен болады. Егер сұраныс аз болса, волатильность түседі, бір күндегі қозғалысы аз болады. Біз не үшін американдық акцияларды қараймыз? Себебі ол жақтағы волатильность өте жоғары болады. Себебі сұраныс жоғары. Адамдардың сатып алу, сату мүмкіншілігі жоғары. Сол үшін де біз американдық акцияларды қараймыз. Енді қорытындылайық. Уровеньдардың бізге түрлері. Бірінші, уровень поддержки, екінші, уровень сопротивления, үшінші, зеркальный уровень, айна дейді қазақшада, зеркальный уровень. Төртінші, психологиялық уровеньдер. Психологиялық уровень дегендер бұл круглый сандар. Жаңағыдай 100, 500 деген уровеньдерға келген кезде бағалар тоқтай бастайды. Сол бағалардан сатып алу, сатулар болады. Мысалға 200, 195, 500, 300 деген сияқты 0-0 мен бітетін уровеньдерді тоже сатушылар мен сатып алушыларға интересно болады. Сол үшін де біз ондай бағаларға келген кезде тоже қараймыз. Так, осы жерден бағаны бізге қайтарып жіберу мүмкін. Сіз лонгта отырсыз, так, баға өсіп келе жатыр, и 190 деген уровеньға келді. Мына жерде мысалға біз алдына сызып қойдық қой 186-ға дейін. Так, 190-ға дейін өсіп тұрса, 190 тоже бізге психологиялық уровень болып табылады. Себебі баға өсіп келе жатқаннан біз 190-ға келген кезде өзіміздің позицияларымызды жаба түсеміз. Себебі маңызды уровень. Сол жақтан адамдар шортқа кіріп бағаны төмен түсіріп жіберуі мүмкін. Психологиялық уровень жаздық. Және де бесінші бізде тарихи уровеньдер, исторический уровеньдер. Так, исторический уровень. 5 уровеньді сызып алдық. Тарихи уровеньдер дегеніміз бұл бізде дневной тариф неге кіреміз? Таймфреймға кіреміз, міне. Бұрынғы келген бағалар. Мына жерлер мысалға. Әлі баға келген жоқ қой, мына жерлерге келіп отказ беру мүмкін. 205. Міне. Так, тағы да жақын. Мына бір жерлер тоже қатты отказ болған. 220-41. Осындай бағаларды біз тарихи уровеньдер дейміз. Тарих қайталанады. Бұрын мысалға осы бағада сатып алу болды ма, қазіргі уақыттарда сол жақтан сату мүмкіндігі. Мына жерден сатып алу болса, мына жақтан сату мүмкіндігі жоғары болады. Бұл бізге тарихи уровеньдерді береді. Барлық уровеньдерді сіздер өздеріңіз алдын ала тест жасап, қарап, сызып
үйренсеңіздер болады. Мен 5 минуттық таймфреймге қояйын. Бүгінгі қозғалыс бойынша сіздерге коммент айтып өтейін. Қазіргі уақытта болып жатқан қозғалыс. Сызған уровеньдер, міне, астынан сатып алды, үстіге қарай өсті, сопротивление уровеньнен төмен қарай қайтадан құлады. Төмен қарай тағы да құлауы керек еді, бірақ поддержка уровеньнен қайтадан сатып алып жатыр. Егер поддержка қазір бұзылса, екінші поддержкаға келеді. Бұл поддержка бұзылса, одан кейінгі 171-ге дейін ұстауға болады. Яғни сіз мына жерден шортқа кірсеңіз, мына жерге келген кезде позицияңыздың бір 30%-ын жоп жасасаңыз болады. Одан кейін қалған 30%-ын мына жақта, қалған пайызын мына жақтан сатсаңыздар да болады. Яғни бір деңгейден екінші деңгейге дейін біз активтерімізді ұстасақ болады. Бүгінгі сабақ барлығы түсінікті болса, комментке сұрақтарыңызды қалдырыңыздар, ойларыңызды жазыңыздар, лайк қалдырыңыздар. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.